Енді мына халал қазіргі таңда неше түрлі химиялық заттар араласып кетті тамағымызға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезінде болмаса жаңағыдай біздің ата-бабаларымыздың өмір сүрген кезде ондай тамақ аты затымен жоқ еді, ондай болады деп ойламайтын адамдар. Табиғи тамақтар, ет, сүт деген сияқты, жуа деген сияқты табиғи өскен. А қазіргі таңда канцерогендер, консерванттар қосылатын болды. Неге? Мысалы үшін Америкадан тамақ келіп жатыр қазір бізге, фастфудпен. Соны жеп жатыр адамдар. Америкадан жетіп келем дегенше ол бұзылып кету керек еді. Оған жаңағыдай консерванттар, формальдегидтер қосқаннан кейін ол айлап жылдап складта жата береді, холодильникте керек емес. Өйткені ол жаңағыдай бактерияларға улы әсер еткеннен кейін бактериялар жемейді. Бактерияларда ми жоқ. Құранда тағы бір айтады, ақыл иелері дейді. Ақыл иелері деп айтып отыр, бізге ақыл иелері деп не қылады. Енді біз бактерияда ақыл жоқ, ол мақұлық. Бірақ соның өзі жемеген нәрсені біз жеп жатырық та. Содан біз қандай кесір алып жатырық? Рак деген ауру шықты қазір. Неше түрлі диабет дейді. Жаңа заманның цивилизацияның аурулары. Баяғыда Голливудтың киноларында көретін аурудың бәрі бізге келді қазір. Өйткені Голливудтың ішкен жейтін жаңа гамбургер, самбургер неше түрлісін ішетін болды да, сусындарын ба. Соның ішінде құрамында өте улы заттар бар. Солардың біразына қазір айтып тоқталып кетсек, Е211 деп жазып қойыңыздар, бензоат натрий. Бұл көбінесе сусындарға қолданады. Лимонад дейді ғой, лимонад болады, сусындар. Одан кейін сүт өнімдеріне де қосыла береді, консервант ретінде. А ол консерванттың басқа түрі бар. Осының несі улылық қасиет, улылығы жоғары болғаннан кейін, осыны көбіне қолданады да, эффективнее болғаннан кейін. Көрдіңіздер ме? А бұл жаңағыдай цирроз печени, бауырдың рактан алдыңғы степені, кім медицинадан оқыған болса, гипотез болады, гипотездан кейін цирроз болады, одан кейін рак болады, рактың 4-ші, 3-ші стадиясы өліммен аяқталады. Көрдіңіз бе? Сондай, одан кейін Паркинсон ауруы бар ғой, Мұхаммад Али қайтыс болды ғой, енді Алла Тағала рахметін алсын, жақсы кісі еді. Сол кісі қолдары қалтырап жүретін еді ғой, соңғы кезде. Сол Паркинсон ауруы дейді да, сол ауруға да алып келеді осы. Көрдіңіздер ме? Ішкі құрылыстардың ауруларына алып келеді. Оның бәрі мұсылман емес, осы тағам-тану медицинаның ғалымдары зерттеп, өздерінің лабораториясында шығарып жатыр да, мысалы үшін, ағылшын болсын, американы болсын деген сияқты. Ішкі ішек құрылыстарына рак ауруларына алып келеді. Одан кейін Е240 деген бар, формальдегид дейді. Оны енді балық өнімдеріне, сыр, сүт өнімдеріне қолданады. Өйткені балық деген Алла Тағала сондай не қылды, 240. Сондай жаратып қойды, балықты тез бұзылатын қойды да оны. Оның дейтін мысалы үшін теңіздің, бізде теңіз жоқ, көл, Қазақстан болсын, жақ болсын, теңіз жоқ. Теңізге шығамай, енді Каспий дегенде бөлініп қойған, ана океанымен жалғасып жататын теңіздерде ерекше балықтар болады, дәмі өте тәтті. Түркияда болсын мысалы үшін, жерорта теңізі бар жақта. Индияда бар мысалы үшін деген сияқты. Иран ары қарай араб елдері не қылатын теңіздерде ерекше бір дәмді балықтар бар. А сол балықтар бізге әкелем дегенше ол шіріп кету керек қой. А оған жаңағыдай бензоат натрийді салып қояды, ол ана Ленин көкең сияқты жата береді. Формальдегид Е240-ты сеуіп қояды, формальдегидті, болмаса уылдырық, красный икра дейді, неше түрлі икралар келіп жатыр қазір ол. Анаған қарап, бүгін қарасаң ақшасы қымбат көріп кетесің, бір айдан кейін келсең әлі жылтырап жатады, реңі келмейді. Мына жақта жеміс пісіп, малиналар жүріп жатады, анау деген жылтырап жата береді. Ленин көкең сияқты. Бірақ олар шахид емес қой, ондай несі жоқ. Өйткені оны жейтін бактериялар одан бұны жеп өлгеннен гөрі ораза ұстайық деп кетіп қалды да. Сонда бактерияның тақуалығы жоғары болып тұр да, көрдің бе бізден? Ананы жесе өліп қалады. А енді біздің мына ақыл иелері, иман келтіргендер деп Алла Тағала көп бізді сондай құрметтеп, жоғары дәрежемен бізге сондай аяттарын ұқтырып қойып отыр, бірақ біз соған амал етпей қалып жатырмыз. Неге? Өйткені біз инсанбыз да, ұмытып кетеміз. Біз өзімізді бір білімді санаймыз да, ақылды санап кетеміз да, көп нәрсені аттап өтіп кетеміз. Соның зардабын шегеміз. Енді халал тайып деген өте бағасы жоғары болады бұның, салыстырмалы түрде. Өйткені ана химияны сеуіп қояды, оған холодильник керек емес. Оны транспортировка жасайтын кезде холодильник жоқ, ана перезенттер жыртық па бірден кейін әкеле береді ана. Фуралар бар ғой, газельдер. Оған күтім керек емес. Өйткені оған ешқандай температурный режим керек емес. Мына енеде халал тайыпты, оны салқын режим керек. Салқындатып, мұздатып болсын алып келу керек. Ол қанша километрін расход көбейеді, көрдіңіздер ме? Сондықтан оның бағасы жоғары болады. А енді көп мұсылмандар айтады, біздің жағдайымыз жоқ, ондай қымбат тамақтанатын дейді. Жарайды.
Арзан нәрсені көбірек жей бер. Ертең ауырасың, больницаға барасың, құсасың сол ақшаның бәрі. Экономдаған ақшаның бәрі. Еще ол анандай имансыз докторға түссең, бәрін сыпыр болады ол. Емдемейді де өлтіріп жіберуі мүмкін, мысалы үшін Құдайдан қорқып қоятын біреу болады мысалы. Көрдіңіз бе? А енді мына табиғи нәрсені аз жеңіз, қымбат болса да. Түріктерде сондай мақал мәтел бар. Зор olsun, аз olsun, әмма халал olsun дейді. Қиын болсын дейді. Оны табу өте қиын болсын дейді да. Аз болсын дейді, өте аз болсын. Бірақ халалынан болсын дейді. Көрдіңіздер ме? Енді тағы бір хадисте айтады, Алланың құлы харамды көрді, күмәндіні көрді, соның бәрін адал тамақ іздеп жүр енді. Сол адал тамақ табам дегенше ізденіп жүр, ана дүкенге барады жоқ, мына супермаркетке барады жоқ, базардың бәрін шарлап жүр. Бір кезде бір мұсылман ашыпты үйінен, қаладан жырақтау бір. Соған барам дегенше әр қадамына шахидтік дәреже сауап жасып қояды екен. Өйткені ол нәпсісімен күресіп жатыр. Ол ұлы жихадта жүр ол. Көрдіңіздер ме? Ана жей салуға болады. Нәпсі айтып жатыр, жүресің ба сол жаққа? Бәйке жей сал ана. Қанша 100 сом, 200 сом таксиге кетеді деген сияқты. Көрдіңіз бе? Ал енді халал тайыпты жейтін болсаңыздар, Имам Азам Абу Ханифа, Абдуллах ибн Мубарак сияқты ұрпақтар келеді дүниеге. А енді жарайды, ақылы, иман, руханияты дұрыс болғанмен, біз жаңағындай мына химиялық улы заттар қосылғаннан кейін біз баламыздың денсаулығын бүлдіріп алсақ, ол бір қанаты жараланған құс сияқты болып қалады. Көрдіңіз бе? Толыққанды болмай қалады. Руханияты болғанмен, ішкі органдарында болмаса, аяқ қолында кемшілік болса қиын ғой, көрдіңіздер. Сондықтан да біз өзіміздің денсаулығымызды да тек қана руханиятты ойлап кетпеуіміз керек, дінде жүргендер. Денсаулығымызды да ойлауымыз керек. Қазір ана спортсмендер бар. Денсаулығы мықты енді. Атпен жарыстырсаң, атты ешек қалып қоятындар бар, мысалы үшін. Сондай да, бірақ руханият жоқ та. Көрдіңіз бе? А енді соның барлығын тең ұстаған кезде біз бақытқа жетеміз осы дүниеде. О дүниеде де. А енді мына халал тайып тамақты аз қолданатын болсаңыз да, мысалы үшін да, ақшаңыз жеткені бер. Алла Тағала соған берекет беріп қояды да. Мен қазір ғана Түркиядан ұшып келдім. Ол жақта кішкене ыдысқа салып береді, бірақ солардың шорпасын тауыса алмайсың да. Біздікіне табақта жеп қоямыз ғой, етті асқанда, сорпасымен қосып. Сіміре саламыз ғой, сімірейін десең кетпейді ана. Берекелді, көрдіңіз бе? Алла беріп қойған береке. Сол сияқты. Енді тағы бір несі 250-ді жазыңыздар, нитрит натрия. Қазір колбаса, сосиска, балдарға берілетін болсын, бәріне қосылып кетеді. Сіздер мына көбіңіз садик ашқыларыңызға келіп жатыр ма, халал садик ұстайсыздар ма білмеймін. Сондай кісілер бар деп қалды да. Енді ана неде қара бидайдан орыстардың бізге келген бір тамақ бар ғой, диетический сорпа. Рассольник па ана колбасаны турайды ғой. Қиярды. Сәләнка ма, енді атын біле бермейміз ол. Орыстардың тамағы бізге келген. Сол садиктерде беріп жатады. Оған енді колбаса, сосисканы турап жатады, оның ішінде нитрит натрия бар. Нитрит натрия деген ол селитра, былайша айтқанда. Шаруаның тілінде айтқанда. Е250. Селитра, нитрит натрия. Ол улы тұздар. Улы тұздарды, консервант тұздар көп, бірақ соның ішіндегі улысы қоса. Бұл деген 250 жылда адам ағзасынан 150 жылда шығады екен. Міне, бүгін тамақтандыңыз колбасаны, ол у сізден шығып кетіру үшін 150 жыл керек. Сіз енді қараңыз, 150 жыл сіз өмір сүре алмайсыз ғой қазір, 150 жыл. Сүлеймен пайғамбар емессіз ғой. 150 жылда ол шығады екен де организмде. Бұлай кірді да мына жерде міне. Кірген бұлай шығып кетуі 150 жыл кетеді екен. 150 жыл міне. А енді сіз 150 жылда сіз қайттан тіріліп келу керек болып қалады да, оны шығару үшін. Сондықтан мына Европада, Евроодағында не болып жатыр? Оларда стандарт бар. Мына бейіттер, мазарлар дейді ғой, бейіттер адамдар көміп қойғаннан кейін 50-60 жылдан кейін оны бүлдізермен сүріп тастайды. Өйткені олар шіріп кетеді, олар иман келтірмеген, ішінде шахид жоқ қой енді, иман келтірмегеннен кейін, адасқаннан кейін шіріп кетеді да. Олар сондай көрген, бәрі дұрыс. Қанша жылдан бері соны істеп келіп жатыр стандартпен. Соңғы жылдары ана экскаватормен көтеріп қалса, адамдар шірімегенде шахидтер сияқты жатыр дейді да. Ондайды көрмеген ғой олар. Шахидті ондай түсінбейді ғой. Қияметке дейін шахидтер шірімейді, білесіздер, жата береді денесі. Ондайды көрмеген олар. Оларда біздің аталарымыз сияқты әулиелер жоқ, бізден шығып жатыр енді бұзылған кезде, бізде болып жатыр ондай шахидтер шығып жатқан. Енді оларда жоқ.
Сонымен шахиттер сияқты шыққан олар шошып кеткен, сонымен өңшен ғалымдардың бәрі жиналып лабораторияға салып, бұл не деген бәле, бұндай жоқ еді ғой, неге шірімей жатыр, қанша жылдан бері, 50-60 жыл өткеннен шіріп жоқ болып топыраққа айналып кетір. Қарап денесінің бәрін зерттесе, нитрит натрия, болмаса формальдегид, бензоат натрия деген сияқты өте улы заттар денесіне сіңіп қалған екен. Өмір бақи сол тамақтармен тамақтанғаннан кейін. Көрдіңіз бе? Европаның тамақтарымен тамақтанғаннан кейін өмір бақи, енді Европада туылды, осы жерде өмір сүреді, одан басқа шанс жоқ, оған имандылықты беріп жатқан жоқ, оған халал харамды үйретіп жатқан ешкім жоқ, мысалы үшін. Иә? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, бала мұсылман болып туылады, бірақ деді оны ата-анасы христиан қылып жүреді, болмаса мұсылман қылады, болмаса мүшрик болады, будда болады, кришнаит болады, кетеді. Әке-шешесі тәрбиелейді деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ана шығып үлгірсе, солардың организмі шығып үлгіріп кететін еді. Олар 150 жыл өмір сүрген жоқ, бір 60-70-80 жыл өмір сүрген сар. Сол жерде арғай тағы ол 50 жыл шығу керек болатын болса, шығып кететін еді ғой, бірақ организм жұмыс істемегеннен ол организм сыртқа шығара алмайды ғой ештеңені. Қатып қалады. Алла тағала біздің организм сондай қылып жаратқан, кез келген зиянды сыртқа шығара алады шамасы келгенше. Бірақ соңғы жылдары бізде улы химиялық заттар араласпаған жері қалмағандықтан біздің ағзамыз шамасы келмей жатыр. Көрдіңіз бе? Мысалы үшін кішкене асхана көп адам кеп қалады кейде, үлгіре алмай жатады поварлардың бәрі. Тамақ жеткізе алмай жатады. Сол сияқты. Біздің ағзамыз оны тазалап үлгіре алмай жатыр. Содан неше түрлі рак, опухоль, цирроз печени көбейіп кетті қазір, баяғыда естімейді. Сондай аурулардың бәрі келіп жатыр қазіргі таңда. Көрдіңіздер ме? Бұл тамақ мәселесі өте жоғары мәселе. Бұл стратегиялық национальный безопасность. Бұны негізі өкіметтің адамдары да бақылауда ұстау керек. Мына шекарадан Қытайдың лапшасын бар ғой, неше түрлілерін өткізе бермеу керек. Жалған жұмыртқа өтіп жатыр, өтірік күріштер өтіп жатыр. Спиртті мысалы үшін кейбір ұстаздар бидайдан жасалған нәжіс емес, тек қана құрма мен винодан жасалған ғана нәжіс дегендер бар мысалы үшін. Ол да дұрыс емес. Қазір сондай миллиардтарға асқан нелерді Қытай нәжістердің бәрін бір бассейнге жинап, сол жерге жаңағыда ашытып, содан спирт жасап бізге жіберіп жатыр. Ол қалай нәжіс болмайды. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да ол улы заттардан сақтану керек. Қазір мына шошқа не дегеннен енді мұсылмандардың бәрі түсінді ғой, Аллаға шүкір. Біз 2009-дан бері осы халалды жеткіздік, бірінші халалды жеткізіп алдық. Қазір халал тайыпқа көшіп жатыр, өйткені халал көбейді, оның ішіне улы заттар қосылып кетті. Бұлай адам денсаулығына пайдалы жағынан төмендеп кетті, зияны көбейіп кетіп барады. Көрдіңіздер ме? Мысалы үшін колбасаны жеп отырып біз баламызға бере алмаймыз да, үлкендер жарайды енді ана. Үлкендердің өзі сондай мынандай әсер етіп жатыр. Кішкентай балдарға берсек, улап өлтіріп тастаймыз ғой. Организмін өлтіріп тастаймыз ішіне. Мысалы үшін. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да халал тайып деген бұл маңызды. Қазір Түркияда, Малайзияда сондай органдар құрылып, біз мына Орта Азия Қазақстанға менді бекітті, бірге жұмыс істеп жатырмыз. Мына талант байкені осында біздің представитель қылып сайлап жатыр, Құдай қаласа, бірге жұмыс істейтін боламыз. Осы халал тайыптың маркеттерін ашамыз, Құдай қаласа, бір жерден. Сондай нелерді жасаймыз, Құдай қаласа, фонд құрылады. Фондқа ақшаларын салсаңыздар, $1 миллион, 1 миллион жинау керек, 1 миллионға жаңағыдай не алуымыз керек лаборатория Жапониядан. Колбаса ма, шұжық па, ет па, қайнатып пісіп кетті ғой, пісіп кеткен соны еттің бәрін лабораторияға салған кезде ол арам сойылды ма, адал сойылды ма? Ішіндегі Алла тағала мынау жүректі жаратып қойды, ол өлген кезде бисмиллах бір сойыңдар дейді ғой, сойған кездегі Алланың хикметі қан шығады екен ғой, жүрек качаттап тұрады. Қанның ең соңғы шыққан кезде жүрек тоқтайды. Ең соңғы қанды жүрек өзінде камераларында алып қалады. Құлақшаларын тілсеңіз, ұйыған қандар. Оның қанын жуып, жүректі жуып жататын сол әбігер қан. Өйткені қан харам. Бақара сүресінің 173 аятында Астағфирулла, иннама харраму ғалейкумул майтата ваддаму ва лахмал хинзиру дегенде қанды айтып кеткен. Шындығында сендерге өлексе аққан қан, доңыз еті деп. Алланың атынсыз сойылған малдар харам етілді. Кімде-кім жаңағыдай мәжбүрліктен, мұқтаждықтан жейтін болса, оның жөні болса бөлек дейді. Оған енді өліп қалмасын, аштан өліп қалмасын. Ашаршылықта адамдар иттің де етін жеп отыр, шошқаның етін де жеп отыр. Сондай өліп қалмасын құлым менің деп жаңағыдай харамды оған рұқсат берді. Ол біреулер айтып жүреді, өлейін деп жатқан адамға ол халал болып кетті дейді. Халал болып кеткен жоқ ол. Ол жайыз болды, рұқсат берді да, оны жесін құлым өліп қалмасын, бірақ күнә жазбаймын деп отыр да. Көрдіңіз бе? Оны халал харам болып кетпейді, харам халал болып кетпейді да, ол дұрыс емес сөз болып қалады.
халалды харамды ететін, харамды халал ететін бір ғана Алла тағала. Ол түгіл, біз түгіл, ғалымдар түгіл, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хабибуллах қой, Аллахтың сүйіктісі. Соның өзі харам деп қойып, кейін тәубесіне келгеннен кейін Алла тағала тәубесін қабыл етті. Алла тағала оны пайғамбардың өзі Алланың халал еткенін харам ете алмайды, харам еткенін халал ете алмайтын туралы Тахриман деген 12 ақ сүре бар. Әйелдерге де ғибрат бар, еркектерге де ғибрат бар. Сол жерде жазып қойды. Ана бір анамыздың үйінен бал шәрбатын ішіп келе жатқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға кейбір аналарымыз қосылды да, енді әйелдер фитнал болады ғой кішкене, білесіздер. Жиналып алып қызғаныш өртеп бара жатыр, не істейді енді? Балдың шәрбатын ішті деп пайғамбар сосын мақтанып айтты. Ол ана жақтағын айтпау керек еді. Ол ғибрат. Айтып еді, ана қызғаныштан екеуі бірігіп аузыңыз сасып жатыр екен деген жаңағыдай жамандайды ғой енді. Қызғаныштан. Сол кезде мен үшін бал деген харам дейді, балдың шәрбаты, балдың шәрбаты, балды харам дейді. Ол деген Алланың бізге халал қылып жаратқан, бізде шипасы бар дүниесі ғой енді, шипа алды. Ан-Нахл сүресінде келіп тұр, сүре бар Ан-Нахл деген мысал үшін. Балара туралы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, сол аяттың мағынасында былай жалпылай айтып кетейін. Расулуллах дейді, менің разылығымды іздемей, қатындарының разылығымды іздеп, менің халал еткенімді харамға шығардың ба дейді. Алла тағала өте жұмсақ саған, тәубеңді қабыл етеді, әрине тәубеңе кел деген сияқты аяттар түседі. Кейін пайғамбарымыз тәубе етеді, райынан қайтадан халал қылады. Сонда ана әйелдеріне айтады, сендер дейді, біліңдер дейді, пайғамбарды мен жаңағыдай соғысатын болсаңдар, пайғамбардың артында періштелері бар, Алла тағаласы бар, Аллағы бар дейді. Сендер ешқашан жеңе алмайсыңдар деген сияқты, оларды тәрбиелейді. Алла қаласа сендерді ажыратады да, сендерден де сұлу, сендерден де тақуалы жұптарды беріп қояды деді. Ол деген сөз, сендер өз орындарыңды біліңдер. Екінші кері жаңағыдай Аллаға елшісімен ойнамаңдар былай. Ол жай адам емес, жай еркек емес деген сияқты. Сендердің ойыншықтарың емес деп әйелді өз орнына қойып отыр Алла тағала. Көрдіңіздер ме? Сондықтан біз осы аятты, осы сүреден білеміз, ешқандай ғалым, кейбір ғалымдар жүреді, шошқаның желатины халал болып кетті, оның күйі өзгеріп кетті. Есек деген мына жақта жатады. Болмаса жаңағыдай спирттің күйі өзгеріп кетеді деген, халал болып кетеді екен. Тамаққа араласады ғой спирттер кейбір. Араласып кетті, ол спирт болмай қалды деп жаңағыдай. Ол нәжес қой. Пайғамбар айтты, масайтатын ішімнің, хамырдың үлкен көлемдегі хамыр адам масайтатын ішімдік кішкентай тамшысы да харам деді. Болды. Осымен жауап қоя салу керек. Арақты. Сондықтан бұл халал тайыпқа тек қана харам, шариғаттағы харамдар ғана емес екен, улы заттар біздің денсаулығымызға зиянды болмайтын. Сондай заттарда бұлға кірмейді екен. Көрдіңіздер ме? Енді бұл халал тайыптың өнімі бұлай срогы дейді ғой, ұзақ болмайды. Табиғи нәрсе тез бұзылады, оны білесіздер, көрдіңіздер ме? Сондықтан мына енді қараған кезде осы енді терең қазір бұл деген химиялық заттар өте көбейіп кеткен заман. Мен сіздерге қазір ең қауіпті дегендерін өттім. Бұдан мына халал тайып дегенді көрсеттім. Мен кеше бүгін таңертең ғана самолеттен түстім, Талант бәке күтіп алды. Стамбулдан ұшып келдім, кішкене шаршап тұрмын. Енді Алматыға да жол жүру керек, Алматыда біраз компаниялар күтіп отыр. Сіздерге мынау кішкене не дейді, мынау зейіндеріңіз ашылсын, осы харам жеп қоймасын, болмаса зиянды жеп қоймасын, балдарына, жаңа әйелдер қауымы отыр, балдарына адал, енді асханада жүретін солар ғой, өнім алатын жаңағыдай азық түлікке, дүкендерге барған кезде, базарларға барған кезде сыртын оқысын ерінбей деген сияқты. Енді мына 0,9% қосылатын болса, оның сыртына жазбауға құқылы. Бұлар бар ғой, мынау Евразия одағы, одан кейін біздің Евроазийский одақ болды ғой мына. Евроазийский болды ғой мына қазір. 0,9%-ға жетпесе, оны 0 деп, 0,9%-ға жетпесе, оны 0 дей салады бұлай. Нулевка, пиво деген бар ғой, нулевка. Ода 0,5% спирт бар екен. 0,5% спирт бар екен. Оны кім айтып жатыр? Россияның Роспотребнадзоры бар ғой, СЕС сияқты. Солардың лабораториясынан шығып жатыр. Ол пиво заводтан шығып жатыр. Оны муфтияттар Ресейдегі атын айтып түсінсемей қойын, халал беріп жатыр. Балтикаға нулевка. Көрдіңіздер ме? Сондықтан осындай мынау улы заттарды ол аз ғана салатын болса, 0,9-ға жетпейтін болса, оның сыртына жазбай да қою мүмкін. Сондықтан бұл жерде халал тайып сертификаттау, халал тайып белгілеу, мынау логотип бар ғой. Одан кейін барып жаңағыдай халал тайыптың дүкендерін ашу өте маңызды шаруа қазіргі таңда. Көрдіңіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты, үмметімнің деді, мынау ислам дініндегі деді, құлшылық деді, ғибадат деді, 10-ға бөлінеді деді. Оннан 9-ы 90% ол халалда жатыр. Көрдіңіз ба? Егер біз ғибадат, намаз оқып жатсыз, тахаджуд оқып жатсыз, бәрін оқып, қажылыққа барып келдіңіз,
нәпіл намаздың бәрін, нәпіл оразаның бәрін орындадыңыз, зікірлеріңізді не қылдыңыз, бірақ бір харам жеп қойсаңыз, соның бәрі бекер болады да. 40 күн кетеді. 40 күн тазару керек болып қалады. 40 күнде қабыл етпейді. Мына 7 қат аспанда періштелер бар, охранник періштелер болады ма? Шекарашылар сияқты. Жауып қояды екен ғой, көтерілмейді екен. 40 күннен кейін 40 күннің ішінде тағы жеп қоюыңдар мүмкін ғой қазір. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл тамақ деген мәселе өте қазір қауіпті, өйткені мына жақтан Қытай тұр, харамның үлкен несі, монополисті, үлкен харам өндіретін император, үлкен ел. Мына жақта Европа тұр бізде келіп жатқан. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бізде қазір мысалы үшін осы улы заттарды не қылдыңыздар, енді мынау тортты бәріңіз жақсы көретін шығарсыздар. Сіздер де жаңа қайсыңыз выпечканы жақсы істейсіздер? Бар ма сіздердің кулинария? Жоқ, сол сияқты. Үйде кім қайсыңыз жақсы істейсіздер? Үйде ма или пирог болсын? Сіздер істейсіздер ма? Соған не қосасыз енді соны? Оны дайындау үшін. Онға қандай ингредиенттер қосасыз? Разлихитель қосасыз, тұз қосасыз, жарайды, сүт қосасыз, тағы не қосасыз? Жарайды, одан кейін қамырды не қылған кезде, илеген кезде, қамыр жақсы шығу үшін. Несін майлы қылу үшін жағында. Қандай май қосасыздар? Маргарин қосады, маргаринге илейді, дұрыс па? Маргаринге қосады. Енді маргарин өте зиянды да. Гидрогенизированный трансжирлар дейді оны. Ол енді баяғыда 1975 жылда дейін, 1975 жылға дейін Всесоюзный стандарт болатын, ГОСТ, Всесоюзный стандарт. Бүкіл союзда ортақ стандарт болатын. Соны мен архивтен тауып алсам, бір маргариндерді басында халалға өткізіп жүрген кезде бір бауырлас шықты, шошқаның тоғмайын қосылады екен деп. 1975-ке дейін қосылған екен де сол тоғмай, шошқаның. Бізде тоғмайды тоңғып, сонымен тамақ істеді, бауырсақтар дәмді болады қазір, ана құйрықты шыжғытып алған кезде сол майға бауырсақ істейтін болса, тоқаш істейтін болса, дәм керемет болады мысалы. Көрдіңіздер ме? Енді ол шошқаныкін қосады екен да, шошқаныкі бір 40 градусқа дейін плюсте холодильникте жата береді екен. 40-қа дейін барады екен, 40-тан бастап ери бастайды екен. Енді мына Түркменстан, Өзбекстан, біздің мына оңтүстік жақта 50-ге дейін шығып кетеді кейде, 55. Енді 45 болып кетеді күн шілденің кезінде, күн ысыған кезде. Енді бұл кішкене оған холодильник керек болып қалады. Лавкада былай жата бермейді. Сондықтан инженерия, ғылым, білім дамыған кезде 75 жылдары ойлап тапты, мына сұйық майға водородты қосып жіберетін болса, гидрогенизированный трансжирлер, кәдімгі маргарин деген сол кезде пайда болды. Бірақ оның химиялық формуласы біздің мына майлардікі былай болатын болса, былай қарап тұратын болса, оның теріс қарап шығады да былай. Мен қазір оны жазып, уақыттарыңызды, миларыңызды ашпай, химик емессіздер ғой сіздер қазір. Формуласын не қылатын. Сонда табиғатта жоқ дүние пайда болды да, табиғатта жоқ дүние пайда болды. Ол енді не істеп жатыр оны? Сіздер бағанағы пирог істеп жатсыңыздар, самсадыны сонан слоеный қылып шығару үшін соны қосасыздар маргаринді. Одан кейін барып ана сүтті, порошок сүтті алады, Беларусьтен алады, болмаса Қытайдан соевый сүтті алады, сүт заводтар сүтті қайттан восстановленный молокоға оған су қосып, пытық-шытық қылып, оны ароматсыз дәмін келтіргізіп, витамин қосып, кальцийін қосып, бері қарап қайттан натуральныйға ұқсату үшін оның жирный упутенностін көтеру керек. 3%, 2,5%, 6-7% кете береді процент. Соларына жеткізу үшін оғанда маргарин қосады. Одан торттарыңызға маргарин қосады, кремін жеп қалсаң ана уақыт дейсің маргариннен жерге келіп тұрады. Сол қосылмаған жері жоқ. Шоколадтарға қосылады, балдар жеп жатыр, кішкентай балдар. Бәр жерде маргарин қосып тастаған. Содан кейін ол маргариннің барлығы біздің мынау асқазанымыз арқылы қорытылатын шекке барған кезде біздің организміміз оны танымайды. Бағана формуласы теріс қарап тұр ғой. Ол табиғи нәрсе емес, ол бұрын соңында атадан балаға келіп жатқан табиғи тамақ емес, оны танымайды да. Сіз танитын адамдарыңызды кіргізіңіз ғой қазір осы лекцияға. Танымайтын адам келіп қалса, далбасалап есік жауып қоясыз ғой, кетер дейсің. Сол сияқты организм. Оны енді өткізіп жібереді, не істеді оны? Бауырға өткізіп жібереді. Бауыр фильтр, бауырдан қанға өткізіп жібереді де, қанда жүре берсін, бізге керек емес ол зат дейді. Қан арқылы ол мына сүзгі қара бауыр дейді ғой сізді, қара жігер дейді ма, бауыр дейді. Сол бауырда, бұл бауыр фильтрі, қанның бүкіл несін, улы затын болсын, майлы, қанға түскен май болсын, бәрін өзіне ала береді. Тазартып отырады. Бірақ өз-өзін тазартамайды да ол.
Одан кейін оны ешқандай мынау трансплантацияда оны өзге ауыстырамайды. Бүйректі ауыстырады, жүректі ауыстыруы мүмкін, бауырды ауыстырамайды да. Енді сол бауырға бағана маргарин жайлап жинала бастайды. Ақырындап жинала бастайды да, бірінші сатысында маргарин тамақ жылдар өтіп жатыр, маргарин жеп жатыр адамдар, бәрі дұрыс, қарны тойды. Рама жеді 90-шы жылдар бәрі, сармайдың орнына. Сиыр сауға ерінді. Щедрый лето жеді, щедрый болып жүрек деп. Сол сияқтылар жеді. Так. Бірінші гипотез болады. Гипотез бауырдікі. Одан кейін цирроз қалып келеді. Одан кейін үшінші рақ қалып келеді. Үшінші рақ қалып келеді. Төртінші жоқ, төртінші өлім. Төртінші өлім, төртінші болмайды ол. Жоқ болады. Міне бірінші гипотез бауырдың май басып, майдан өзгеруі. Одан кейін барып цирроз. Цирроз деген мына рактың сіңілісі ғой, былайша айтқанда. Рактың жамағатына жақындап қалған адамдар ғой. Сол одан кейін рак. Рактың үшінші, төртінші стадиясында қазіргі медицина оны емдей алмайды. Оны өлім деп қоя салады, жауып қоя салады. Ана больницадан шығарып жатады ғой, біз қолымыздан келген не қалды, енді ары қарай күтініңіздер, уақыт аз қалды. Мал ала беріңдер, жаназаға дайындалыңдар деп сөйтіп айтып жатады. Көрдіңіздер ме? Енді осы бір ғана бауырға келетін маргариннің зиянын айтып отырмын мен. Бұл бауырға ғана мына. Бауыр, БП деп қойыңыз, печень дейді ғой орысшасы. Бауыр, печеннің бір ғана печенге зияны ол. Екінші, біздің жүрегімізге тромба алып келеді, жүрекке тромба. Жүректің қалталарында ұйыған қандар толып қалады. Оны операция қылып алып жатады оны. А ол қайттан сол тамақты жеп жатыр ғой, жылдар өтеді, қайттан болады. Қайттан бірнеше жылдан кейін 10 жыл өтеді ме, қайттан операция қылады. Көрдіңіз бе? Сөйтіп жүрген кезде адамның жүрегі операциядан шыдамай, наркоздарға шыдамай, байғұс әлсіреп қалады. Еркек адамдар семьясын бағамайтындай үйде отырып қалады, коляскаға таңылып қалып жатады, болмаса өліп те кетіп жатқандарды көріп жатсыз жүректен. Одан кейін қан тамырлардың арасында тромболар пайда болады. Қан тамырларында тромболар пайда болады. Қандар қоюланып кетеді маргарин түскеннен кейін. Вазелин сияқты болып қалады. Қанның мынандай былай кеп қанның мына іші болатын болса, мына құбыр сияқты болады. Былай кесіп алдық деп айтайықшы, былай кесіп алдық. Былай кесіп алған көрсетейікші. Осы мына қабырғалары ғой, мына стеналары. Стена капилляров дейді медицинада. Осы жерлерге мына маргарин жабыса бастайды, былай пузырьке болып, жер ғой енді май. Май бүйтіп топталып қалады да, мына сап-сары болып тұрады өзі. Сонда мына жерден қан былай өтейін десе, наформен қатты жүрек істеп жатыр, мына жерге қысылып қалады. Содан кейін варикоз дегендер қаптап кетті. Баяғы әжелеріміз қанша жұмыс істеп, қанша атқанмен варикоз болмайды ғой әжелеріміз. 20 бала туды, 10 бала туды. Қазір жап-жас қыздардан бастап бәрі енді олар қазір көшеде ашық жүретіндер мода болды ғой, варикоз. Осы варикоз қойып кетті. Одан кейін барып бұның опасності мына жерде қоюланған қан кеп қалса, мына жерде қысылып қалса, мына жарылуы да мүмкін. Микрокапилларлардың взрывы болуы да мүмкін, кровоизливание болуы мүмкін, инсульт, инфаркт қалып келуі мүмкін. Көрдіңіздер ме? Бұның былай қарасаңыз маргарин ол халал деп ұрып жатыр бәрі. А енді Алла тағала не деп отыр? Менің құлым өліп қалмасыншы деп харамды оған рұқсат беріп қойды күнә жеңілдетуге. Күнә жазбай амал дәптеріне. Күнә періштелеріне айтты, күнә жазбаңдар, ол жаңағыдай жетіскендіктен харам жеп жатқан жоқ. Өліп қалмау үшін, жанын сақтасын. Бір құлым өлмесін деп харамға рұқсат беріп қойды. Енді біздер пәленбе адамдар қырылып жатса да вакцинаға халал беріп жатыр да, мұсылманның шейхтары. Көрдіңіз бе? Улы затта оның ол вакцинадан ішіндегі бір шошқадан өліп жатқан жоқ. Шошқа жеген адам өлмейді, өлсе орыстар қырылатын еді ғой Украинадан. Иә? Өлмейді ол шошқа жеген адам. Арақ ішкен адам өліп қалмайды. Бірден өлмейді да, кейін өлуі мүмкін. Цирроз болып. А бірақ қараңыздар, улы заттардан адам өліп жатыр да, оны қалай халал дейміз? Міне осы жерде вопрос. Енді ғалымдардың барлығын жинап, Алла қаласа, фондымыз құрылатын болса, осы Орта Азия Қазақстанның атынан көптеген ғалымдар, Пакистанның болсын, басқа болсын, бәрін жинап, оларға осының бәрін түсіндіріп, ал енді ғалымдар енді үкімін айтыңдар деп, қалай болады деп. Пәтуасын олардан сөйтіп алу керек. Тек қана шошқамен немен шектелетін болсақ, біз
қаншама адам қырылып кетіп жатыр. Көрдіңіз бе? Қаншама адамға зиян тиіп жатыр. Қаншама адам жүрекке мысалы үшін мынандай не жасайтын болса, шунтировна жасайды да мынаны ашады былай. Шунтировна жасайды. Болмаса жаңағыдай спираль дейді ғой, мынандай темір спираль өткізеді да мынаны бүйтіп бұрап жібереді, тромбы мына жерде тіреліп қалған тромбыны жолын ашады сөйтіп. Қазіргі медицинаның жеткені. А ол барады да мына жақта осколкалар бар ғой, ұшқындары, мына тромбы болатын болса, оны мына бір массировка сияқты турап өтеді да, оның осколкалары болады, мына шашыраңқы нелері. Ол келеді да мына бір размер емес қой біздің қан тамырымыз. Мына жерде үлкен болады. Ол кейін кішірейеді, мына қолдың басына келген кезде микрокапиллярлар дейді, мына қылшық тамырлар сияқты. Сол жерге барған кезде тағы тұрып қалады. Тағы операция істейме бұл, сондай ғой енді. Қазіргі медицина деген операция пышаққа жатып алған. Ибн Синаның өзі айтқан, бірінші адамның сенімі, екінші ем деген, ол екінші шифа, ол шөпте деген. Бірінші шифа, ол ауру адамның өзінің ішіндегі сенімде деген. Ол сенбесе дәріңді ішпейді, докторға да бармайды. Ол қалай емделеді? Одан кейін үшінші емді пышақ деп ең соңына қойып қойған. Қазір бірінші орынға шығарып жүрген. Медицинамыз дамып кетті дейміз, бірақ жүрек қан тамырдан бірінші өлім жағынан алғашқы орында тұр. Коронавирус оған жақындаймайды статистика бойынша. Оның причинасы негізгісі тромбы мыналардың жиналуы, тамақтан келіп тұр. Қазақта бір керемет сөз бар, ауру астан дейді. Дау қарындастан. Ауру астан деп отыр. Оны біздің аталарымыз университет оқымаған, лабораторияда отырмаған қазіргідей ше. Біз сияқты барып, ана жаққа барып оқымаған, адал тамақ жеп жүре берді. Соны Алла Тағала ауыздарына, миларына, санасына сондай ғылым білімді сөйлетіп қояды екен да. Кімде-кім Алланың құлы 40 күн халал тайыптан тамақтанатын болса, халалдан тамақтанатын болса, хадис шәрифте оқыдым. Ол құлының жүрегін нұрландырады да, жүрегінің аузынан хикмет өзендерін ағызып қояды. Хикмет деген даналық қой, бір білімнің өзендерін ағызып қояды. Енді арақ ішіп алған адам бір ғылым білім айтып отқан көрмейсің ғой, боқтап біреуді неғып отырады. Өйткені ол харам нәрсені жеген адам, бағана 12 мүшесі харам нәрсені істетіп қояды екен, күнәлімен айналысып отыр. Қыз зорлап жатқан түнде сол арақ ішкен адам, аварияға түсіп өліп жатқан, бір-бірін соғып өлтіріп жатқан сол арақ ішкен адам, бір-бірін тонап қырылып жатқан, ағайын туысқанмен бір-бірімен ажырап қырылып жатқан, соғысып жатқан, болмаса жаңағыдай жап-жас семьялар бұзылып жатқан, бәрі сол арақтың кесірінен. Қаншама қылмыстың бәрі арақтан. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дейді да, мына анасы дейді да, күллі жамандықтың анасы арақ дейді да. Бұзықшылықтың анасы. Көрдіңіздер ме? Жаңа жыл бірдеңкеде арақты көп ішіп қойып, қаншама қыздар зорланып, қаншама одан аборттар болып жатады, көрдіңіз бе? Харамның кесірі. Одан кейін мына цирроздың алкогольный түрі болады. Мен сіздерге мына жировой түрін айтып бердім. Алкогольный түрі болады, одан кейін улы химиялық түрлері болады. Ана улы химиялық бізбен дәрі-дәрмекпен де түсіп жатқан түрлері болады, тамақпен де түсіп жатыр. Оның барлығын масондар өздерінің пайдасына шешіп отыр, өздеріне бизнес қылып отыр, былайша айтқанда. Адамдарды санын қысқартқысы келеді, білесіздер. Денсаулығының бәрін мүгедек қылып қойып, тек қана солардың дәрі-дәрмегіне байланса, олардың бизнестері жүре береді. Кризиске қарамайды деген сияқты. Олардың бір нелері бар, ұстаным жолдары бар. Олардың бастарында құдай болып отқан шайтандары бар. Аллаға табынбайды. Сондықтан Алла Тағала бар жерде жеңіс болады, ал енді шайтан бар жерде ол жеңіліс болады. Бұл дүниеде оларға бір жеңіс болғанмен ақыреті бәрі Алла Тағала құзырына барған кезде шайтанды біз неден білеміз? Жеңілетінін Алла Тағала оны кесіп қойды. Тозаққа кесіп қойды да. Енді үмітсіз шайтан деген қазақта мәтел бар. Соған қарап айтқанда, біздің адамдарда үмітіміз бар да. Өліміне жақындаған кезде тәубесі қабыл болып кетсе, жәннат кіріп кете береді. Қанша күнәһар болса да. Сондықтан осындай мына маргариннің зияны осы. Тортқа да қосылып жатыр, конфет, шоколадқа да, пытық шытыққа да қосылып жатыр. Сондықтан маргарины бар дүниелер жемеңіздер. Оның орнында басқа да топленый маслолар бар қазір. Түркиядан шығып жатқан, мен кеше ұстаздарымыздан оның нелерін алдым. Осында дүкен ашқан кезде ол тұратын болады, Құдай қаласа. Сол мына крем болсын, не болсын, солардың барлығы халал тайып немен жеткізіледі. Бағасы кішкене қымбаттау болуы мүмкін. Бірақ сіз былағандай торт жеп, оны маргарин жеп, оның бәрін бауырының бәрін жаңа не қылып, арзан болса көп жей бересің ғой, әдетте. Оның несі көрдіңіз бе? Бауырыңызды тез толтырады да. Соған әкеледі да. Кейін операцияға врачтардың артынан жүгіріп жүресің. Сіз сияқты оны бауырын толтырып алған адамдар қаншама очередь күту керек болып қалады, айлап жылдап деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Бірақ осындай неге жеткен болатын болса, стенд жаңағыдай шунтировна жасамай ертерек осындай ауру кездескен болатын болса, бізге шықсаңыздар, бізде жаңағыдай Ибн Синаның рецептімен жасалған сығынды бір шырындар бар, су. Соны ішіп отырып, мынаның бәрін ертіп, тромбын жоқ болып кетеді. Бір ай, 2 ай ішкеннен кейін барып тексеріледі, пациент ол жоқ болып жүреді, ертіп жүреді.
разъезжать етіп жібереді. Одан кейін бауырдың өзін жаңағыдай тазартатын біздің сондай табиғи рецептеріміз бар. Оны ішеді. Цирроз пешін 1 айда жазылып кетеді ғой, сонымен көршіміз. Дәрігер айтады, 1 айда циррозда жазылуы мүмкін емес. Қайттан тексерем 1,7 деген айналып келмей басымды қатырмайды. Бірақ қағазы бәрі тексереді, УЗИге тексереді, жоқ болып кеткен ғой 1 айда. Алла тағаланың керемет. Өйткені оның барлығы табиғи да, көрдіңіз бе? Табиғи нәрседе бізге шифа бар да. Улы химия, маргарин, бәрі искусственный нәрсе. Искусственный нәрсе кім оны шығарды, кім жасады, оның жаратушысы біз да, пенделер. Адамның қолымен жасалған дүниеде кемшілік жетеді да, кемшіліктен бөлек зиян да жетіп артылады да. Алла тағаланың қолымен жасалғанда ешқандай мін таға алмайсыз да. Сондықтан мінсіз деген, тайып деген табиғи нәрсе, мінсіз ғой енді, тайып. Енді халалдық неге қасына қой, құр тайыпты қоя берсек мысалы үшін деген не келуі мүмкін? Табиғи дейміз ғой мысалы. Ана Европа натуральный деген стандарт шығарды. Ол құтқарған жоқ оларды. Олар кейін ана био деді, сио деді, органик деді. Вообще сөйтіп жүре береді адасқан адам ше, дінсіз адам. Бұл қанша ғасырдан бері халал тайып болды, болып жатыр, кейін осылай жүре береді. Біз осыны дұрыс жолға қойып, мынау тағам өнімдерін шығаратын біздің осы отанымызда шығып жатқан, осы Орта Азия, Қазақстанда шығып жатқан компанияларға үйретіп, сертификаттап, осының маңыздылығын үйрететін болсақ, өзімізде шығатын болсақ, соны дұрыс жолға қоятын болсақ, ертең балдарымыздың барлығы сондай дендері сау, ешқандай табыстары өздеріне, берекелері, үйіне кіретін, табыстары қалтасында болатын, медицинаға кетіп қоймайтын, аптекаға кетіп қоймайтын сияқты. Содан бай дәулетті өмір сүреді. Баяғы аталарымыздың бәрі малмен бай дәулетті өмір сүрді ғой, ешқандай. Ұрлаған жоқ. Одан кейін жаңағыдай кетіп жатса, таяқ сүйек кетеді есікке, ит кіріп кетпесін деп, желден ашылып кетпесін деп. Сандықта алтын күміс барын біледі, ешкім ұрламайды. Ол барып қонағасын ішеді, ертесінде той болады, одан кейін Құдайға шүкір тамағын ішіп 2-3 күннен кейін келеді ғой айналып. Мал деген ана өрісте жатады, өзімен өзі бұлаққа барады, суға барады, табиғи нәрселер жайылып жүреді. Қорада қазіргідей қамап, анау дәретіне, етіне дәреттің иісі сіңіп, терісіне дәреттері, үлкен нәжістері жабысып, өйтіп ұстамаған ғой атам қазақтар баяғыда. Қырғыздар болса жайлауда жіберіп қойған таза. Таза жерде жайылып жүре бергеннен кейін ана навоз нәжістер жиналмайды. Ол жерде отырғаннан кейін қанша дегенмен лас нәрсе өте бастайды ғой.